Сіздермен бірге Дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен қазақтар құлатқан империялар жайлы айтатын боламын. Александр Македонский гректердің басын қосып ұзақ жылдар бойы гректерге озбырлық жасаған парсылардың Ахеменид империясын күйретіп аз ғана уақыттың ішінде көптеген жерлерді жаулап алып алпауыт империя құрды. Ол қазіргі өзбектердің атасы соғдыларды жаулап алып, одан әрі назарын қазақ жеріне салды. Ол гректер мен көшпенді сақтардың арасында жойқын соғыстың болуына әкеп соқтырды. Біздің заманымыздан бұрын 330 жылы грек қолбасшысы Запирион қазақ жеріне кіргенде сақтар гректердің 30 000 әскерін қырып салып, гректерді ары өткізбеді. Александр қайтыс болғанда оның империясы ыдырап кетті. Шығыс бөлігі грек Бактрия деп аталса, батыс бөлігі Селевкидтер империясы деп аталды. Грек Бактрия мемлекетіне қазақтың аталары сақтар бірлескен түрде басып кіріп гректерді қырып жіберді. Сақтардың соққысынан грек Бактрия мемлекеті құлады. Қазірге батыс Қазақстан жеріндегі сақтардың тайпалы одақтасына кіретін дай деп аталатын тайпалар Иранға басып кіріп, ондағы гректердің Селевкидтер империясын көптеген қан төкіс нәтижесінде жаулап алып, гректердің билігін құлатып, Парфия империясының негізін салды. Батыс Қазақстаннан шыққан дайларды тарихшылар адайлардың арғы атасы деп санайды. Яғни Александр Македонский империясының шығыс бөлігін сақ-тоқарлар құлатса, батыс бөлігін сақтардан шыққан дайлар құлатты. Бір сөзбен айтқанда, Александр Македонский империясының түбіне қазақтар жетті. Ал сақтардың қазақтардың тікелей атасы екендігін алдыңғы видеоларда толықтай дәлелдеген болатын. Достар, егер сіздер YouTube'дан айына 1 миллионға дейін табыс табуды үйренуді қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Рим империясы заманында Европаның ауқымды жерін қамтыған ірі империялардың бірі болатын. Бірақ 370 жылдан бастап Рим империясының басына қара бұлт төнді. Қазақстан аумағынан жайла қоныс іздеп шыққан ғұндардың бір бөлігі Европаға жылжып келе жатқан болатын. Ғұндар жайлы деректе олардың арасында дулаттар мен қыпшақтар өте көп болғаны айтылады. Ғұндар славяндарды және солтүстік Кавказды жаулап алып, немістерге жетті. Немістерді аяусыз қырғынға ұшыратуына байланысты көптеген неміс тайпалары шығыс Европаны тастап Римге қашқан болатын. Ғұндар Римге жетіп келіп, жойқын соққының астын алды. Бұндай сұмдықты көрмеген римдіктер ғұндарды жабайылардың ең жабайысы деп, көбіне көрмей-ақ ғұн деген сөзді естігеннен-ақ соғыспай қашып кететін. Нәтижесінде қазіргі Германия, Франция, Британия, Испания, Италия аумақтары қанға бөктелді. Сол кезде 120 миллион халқы бар римдіктер Европаға көшкен ғұндардың бір ғана ұшқынын қайтара алмай, ауыр жеңілістерге ұшырады. Шығыс Рим империясы салық төлеп құтылса да, ғұндар әр жыл сайын салықты арттырған сайын арттырып, ақыры Константинополь халқы аштан өліп жатты. Ғұндармен соғысуға шешім қабылдаған батыс Рим империясы жеңілістен көз ашпай қырғынға ұшырады. Нәтижесінде көп замай ғұндардың соққысынан батыс Рим империясы құлады. Ал шығыс ғұн империясы Византия салық төлеп аман қалса да, арада 1000 жыл өткен соң қазіргі Қызылорда қаласынан бастау алған Оғыз тайпасы құрған Османдар тарапынан болған соққының нәтижесінде 1453 жылы құлады. Яғни қазақтардың атасы ғұндардың шапқыншылығы батыс Рим империясының құлауына себеп болса, арада 1000 жыл өткен соң шығыс Рим империясы Византияны Осман түріктерінің соққысы құлатты. Бір сөзбен айтқанда, Рим империясының түбіне түркілер жетті. Әмір Темірдің қазіргі өзбектерге қатысы жоқ. Оның атасы Шыңғыс хан әскері Хорезмге басып кіргенде шығыстан еріп келген көшпенділердің қатарынан болатын. Әлемнің көптеген империяларын талқандаған Әмір Темірдің өзі қазақ болатын. Дегенмен ол қайтыс болғанда оның империясы біртіндеп құлдырай бастады. Сол тұста Қазақстан аумағында Шыңғыс ұрпақтары өзара соғысып жатты. Жәнібек пен Керей Әбілхайыр хандығын талқандап басып алғанда, Әбілхайырдың ұрпағы Шайбан хан өзіне қарасты тайпаларды ертіп, Әмір Темір мемлекетіне басып кіріп, Темір ұрпақтарын қуып шықты. Шайбан ханның өзі қазақ болатын. Ол қазіргі Қарағанды облысынан шығып, Өзбекстан аумағына қашып барып билікті басып алды. Оның жақтастары да Жәнібек пен Керейді хан деп тануды қаламаған бірқатар қазақ тайпалары болатын. Яғни Әмір Темір империясын құлатқан қазақтар болатын. Дели империясының негізін салушы Орта Азиядан құл болып сатылып, артынша патша болған Абек деген адам болатын. Оның империясы шарықтау шегінде Үндістанның басым көпшілігін, Пәкістанның бір бөлігін жаулап алды. 16 ғасырда Шайбан хан бастаған қазақтар Өзбекстан аумағына басып кіріп, Әмір Темір империясын құлатқанда, Темір ұрпақтарының бірі Бабыр деген адам жерінен айырылып,
қазақ ханы Қасымнан әскери қолдау сұрады. Қасым хан көмектесіп әскер аттандырғанда Бабыр қазақтардың қолдауымен Ауғанстанды басып алды. Одан әрі Үндістан аумағына көз тігіп, қазақтардан екінші рет көмек сұрады. Қасым хан соғыстың оңай болмасын біліп, тәжірибелі қолбасшы Қара Қыпшақ Қобыланды бастаған қазақтарды аттандырғанда, Бабыр 1526 жылы Панипат маңындағы шешуші шайқаста Дели әскерін күйретіп, мемлекетті басып алды. Қазақтардың әскерімен Бабыр Дели сұлтанатын құлатып, ұлы моғол мемлекетінің негізін салды. Яғни Дели сұлтанатын құлатқан қазақтар болатын. Наполеон Бонапарт қарапайым артиллерист болатын. Ол өте талантты қолбасшы болып көзге түсумен халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, Франция императоры дәрежесіне дейін көтерілді. Немістердің мемлекетін құлатып, Британияға сауда блокадасын орнатып тықсыртып қойды. Голландия, Италиямен қоса көптеген ірілі ұсақты Европадағы мемлекеттерді бірінен соң бірін басып алып, Францияны супердержава қылды. Одан әрі Ресейді бағындыруды көздеп жорыққа аттанды. Наполеон Ресейге жорығына негізгі әскерін аттандырды. 100 мыңдаған әскер басып кіргенде орыстардың есі шығып соғыспай қашып кетті. Француздар Мәскеуді де басып алды. Орыстар бұған қарсы ешнәрсе істей алмай, Ресейдің күні батып бара жатты. Көмекке қазақтардың 90 мың әскері келіп жетіп, олар башқұрт татарлармен қосылып, француздарға бас салды. Бұндай әскерді көрмеген француздар қырылып, артынша қорқып қашты. Жол бойы қазақтар қуып жүріп шабуылдауын тоқтатпады. Бұл жорықта көптеген әскерінен айырылған Наполеон ықпалы құлдырап бүкіл Европа бас көтеріп оның билігін құлатты. 1814 жылы қазақтар Парижге жетіп жеңімпаздар ретінде қалаға кірді. Бұл жайлы толығырақ өткен видеоларда айтып өткен болатынмын. Егер 90 мың қазақ әскері орысқа көмекке келмегенде, Мәскеуден айырылған Ресей құлап тынар еді. Қазақтардың көмегін жасырып, біз өзіміз жеңдік деп қанша мақтанып кетсе де, 1995 жылы француздар қазақтардан делегация шақыртып, сол заманда француз офицерлерінің жазбасының негізінде Наполеон империясының құлау себептерінің бірі шешуші соғыста қазақтардың соққысы болды деп әлемдік тұрғыда мойындады. Қазір Ресей фашистерді жеңдік деп мақтанса да, оның алдында Гитлер Сталинмен бірге әлемді бөліп аламыз деп жасырын келіскен болатын. Немістер әп-сәтте Польша мен Францияны жаулап алғанда, КСРО кішкентай Финляндияны ала алмай масқара жағдайға тап болды. Бұны көрген Гитлер, мыналарың далбаса екен ғой деп 1941 жылы басып кіріп, аз ғана уақыттың ішінде КСРОның бүкіл шығыс Европадағы жерлерін тартып алды. Орыстар Мәскеуге дейін жеңіліп келді. Осы тұста көмекке түркілер келіп жетті. Солардың ішінде неміс офицерлері қазақтар жайлы көптеген мәлімет қалдырды. Мен бұл жайында бұрындары толық атап өткен болатынмын. Неміс жазбасында қазақтар жайлы бізге қарсы қорқынышты әскерлер шықты. Оларды ешқандай атылған оқ тоқтата алмай, бізге қарай жылжи берді. Біз бұндай адамдар бар екенін бұрын білмеп едік деді. Ал қазақтың бір жауынгері 20-30 шақты немістерді өлтіріп, олардың көптеген дивизияларын жойып жіберді. 1945 жылы Берлинді алуға қазақтар аттандырылды. Қазақтар сәтті соғыс жүргізіп, Гитлердің ордасын алды. Яғни Финляндияны ала алмай, немістерден жеңіліп Мәскеуге дейін қашып келген орыстарға қазақтар көмекке келіп, немістерді қуып шыққанмен қоймай Берлинге дейін жетті.